Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилля. Арафа күнінің оразасының ерекшелігі бұл 2 жылдың күнәләрінің кешірілуі. Пайғамбар саллаллаху хадисінде келгендей, өткен жыл және алдағы келер жылдың күнәләрінің кешірілуі. Енді бұл қандай күнәлардың кешірілуі? Біріншіден бұл кіші күнәлардың кешірілуі туралы айтылып тұр бұл жерде. Егер де үлкен күнәлар болса, мысалға зина, арақ ішу деген сияқты, бұларға міндетті түрде тәубе керек. Міндетті түрде тәубе керек. Жалпы бұл оразаны ұстау мұстахаб. Ұстаса жақсырақ, сауабы 2 жылдың күнәлары кешіріледі. Айттық, кіші күнәлар үлкен күнәлар емес. Үлкен күнәлар үшін не дедік? Тәубе керек дедік. Енді сол сияқты бұл ораза Зулхиджа айының 9-шы жұлдызы болады. 9-шы жұлдызы болады. Біздің мынау милади санақ бойынша біз қазір есеп жүргізіп отқан, санақ жүргізіп отқан 20-шы жылдың 30-шы шілдесіне сәйкес келеді. 30-шы шілдесіне сәйкес келеді, иншалла. Жалпы бұл не? Бұл қажылыққа бармаған адамдардың ұстайтын оразасы. Жалпы қажылықта жүрген адамдарға бұл оразаны ғалымдар тыйым салған және мәкрух деп айтқан. Жалпы тыйым салған, пайғамбар саллаллаху бұл күні ораза ұстамаған. Жалпы бұл не? Ерекшелігі осында. 2 жылдың күнәларын кешіреді. Арафа күнінің оразасы. Аллаху тағала алам.